Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шашырамайтын, әдемі болып шығатын, барлығы сүйсініп жақсы көретін тефтелі тағамын жасайтын боламыз. Алдымен күрішімізді жуып тазалап аламыз. Тартылған еттің үстіне күрішімізді салып, тұз, қара бұрыш салып, және жақсылап араластырамыз. Пияз салсаңыз да болады. Бір дана жұмыртқа салып, жақсылап толық араластырамыз. Егер сізде көп жағдайда шашырап пісетін болса, мына жағдайларды есте сақтаңыз. Біріншіден, етіңіз сулы болмау керек. Тоңазытқыштан шығарғаннан кейін міндетті түрде суын сарқыңыз. Екіншіден, майлы болмау керек етіңіз қатты. Себебі сорпаға қайнатқан кезде сорпаға майы шығады. Сол себепті ажырап кетуі мүмкін. Үшіншіден, жаңа қайнатқан кезде, яғни тефтеліңізді сорпаға салған кезде бірден қатты қайнатпаңыздар. Астын шамалы жаба отырып қайнатыңыздар. Себебі өзінің формасын ұстамаған тефтеліңіз бірден қайнатқан кезде ажырап кетуі мүмкін. Осы жағдайларды есте сақтаңыздар. Жұмыртқаны қоспай жасасаңыз да болады. Енді барлығын осылай домалақ пішінге келтіріп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай алдын ала дайындап қоямыз. Мен асып жасаймын, қуырып жасасаңыз да болады. Қайнап тұрған суға пиязымызды, картоп, сәбіз барлығын салып қайнатамыз. Пиязды ірі етіп турап салып жатырмын, алып тастауға оңай қылып, және де үстіне өз қалауларыңыз бойынша тәтті бұрыш салсаңыздар да болады. Менде қатырылған қызанақтар, қызанақ болмаса томат пайдалансаңыз да болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып жақсылап араластырып қайнатамыз. Картопымыз пісті, енді осының үстіне дайындаған тефтелерімізді салып пісіреміз. Байқап тұрсаңыздар, мендегі сорпа қатты қайнап жатқан жоқ. Астын басып қойдым. Осылай барлығын салғаннан кейін астын жай аша отырып бұрқылдатып қайнатамыз. Өзінің формасын ұстағаннан кейін астын ашып пісіре береміз. Міне, өте әдемі дайын болды. Байқап қарасаңыздар, мінекей өзінің формасын әдемі ұстаған. Өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Асып жасасаңыздар өте әдемі дәмді болып шығады, себебі біздегі еттің өзінің майы шығады. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан да басқа кез келген тиімді рецепттермен бөлісемін. Ас болсын.